Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Сіздермен бірге технологиялық экономикалық колледждің арнайы пәннен оқытушысы Баисова Айгүл Ибрагимқызы. Бүгінгі өнердегі және костюмдегі стилдеу тарихы пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы ежелгі Мысыр өнері және костюмы. Сабақтың мақсаты ежелгі Мысыр мәдениетімен, өнерімен және костюмдердің шығу тарихымен таныстыру. Ежелгі Мысыр өнерінің қызықты мәліметтері туралы сіздерге мағлұмат беру. Ежелгі Мысыр, көне Мысыр әлемдегі ең байырғы мәдениет ошақтарының бірі. Ніл өзенінің екі жағалауында орналасқан бұл ел біздің заманымыздан бұрынғы 3200 жылы бір тұтас мемлекет болып бірікті. Ніл өзені әр жылда тасып, жағалаудағы егістік жерлерді шайып кетіп отырған. Тасу мезгілі аяқталған соң, тұрғындардың жерін қайта өлшеп бөлу керек болады. Ұзақ жылғы жер өлшеу тәжірибесінің арқасында геометрия ғылымы пайда болған. Геометрия грекше гео жер, метро өлшеу деген мағынаны білдіреді. Осы жер өлшеу тәжірибесінің арқасында ежелгі Мысырдан алғашқы математика ғылымы пайда болған. Мысырлық пирамидалар мен ғибадатхана қабырғаларын толтырған рельефті қабырға жазбалары мен тек жер мен аспандағы қасиеттілерді дәріптеп қана қойған жоқ, сондай-ақ ең ежелгі адамдардың шеберлігінің үлкен куәсі болып, адам табиғатының әсемдігі мен өмірі жайында өнер арқылы да қызықты да әсерлі жеткізіп, оны мәңгілікке айналдырды. Мысырлық мәдениеттің даму жолы баяу жүрді. Көнеде қалыптасқан ережелер мен дәстүрлер мыңдаған жылдар бойы сақталып, атадан балаға өзгертілместен беріліп келді. Ежелгі Мысыр мәдениетінің келесі кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. Династияға дейінгі кезең, ежелгі патшалық, орта патшалық және жаңа патшалық және кейінгі патшалық деп осындай кезеңдерге бөліп қарауға болады. Мысырдың ғажайып өнер әлемдегі басқа мәдени ескерткіштерге қарағанда өзіндік сипатымен, көнелігімен ерекшеленеді. Мысыр жерінде өнер ошақтары, түрлі кешендер мен қорымдар жақсы сақталған. Солар арқылы көне мәдени рухани байлық жөнінде біршама толығырақ мәліметтер ала аласыздар. Мысыр мәдениеті мен өнерінің бізге жеткен алғашқы белгілері шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдықтарда пайда болған. Алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап, біртіндеп құл иеленуші мемлекеттер құрыла бастады. Ғасырлар бойы мысырлықтардың асыраушысы анасы болып келген Ніл дариясы енді құл иеленушілердің меншілігіне айналды. Біздің заманымыздан бұрынғы 4000-ші мыңжылдықтың екінші жартысында Мысыр жерінде екі құл иеленуші мемлекет оңтүстік және солтүстік патшалығы ірге көтерді. Біздің заманымыздан бұрынғы 3000 мыңжылдықта солтүстік патшалық ұзақ жылғы соғыстан кейін оңтүстік патшалыққа бағынып, тұтас Мысыр мемлекеті құрылды. Осы кезеңде мәдениет пен өнер біраз дамыды. Тасқа ойылып қашалық жасалынатын бедерлі өнер барынша өріс алды. Сызу мен сурет салуға бейім адамдар өз заманындағы қоғамдық құрылысты, соғыс қимылдарын, патша жорықтарын қайрақ тасқа бейнелеп түсіріп отырды. Бір жағынан тарихи жылнамалық белгі болып табылатын, екіншіден өнердің озық ескерткіші саналатын бедерлеме суреті бар тақтатастың бірі Нармер тақтасы болып саналады. Бұл өнер ескерткіші сол дәуірде болған белгілі тарихи кезеңді ашық көрсетеді. Тақтада солтүстік патшалығын тізе бүктірген Нармер патшаның әскери жорығы, жеңісі айшықты бейнелеме шебер берілген. Тақтадағы мүсіншінің құрылымдық шешімі, тақта бетіндегі ұтымды бейнелік тәсіл көрген адамды бірден баурап алады. Бұл тарихи өнер көзі ежелгі Мысыр өнерінің ең бір айтулы ескерткіші болып табылады. Сондай бір өнердің тағы да бір түрі Хеопс пирамидасы. Жалпы ежелгі Мысыр десек, бізге көз алдымызға пирамидалар елестейді. Пирамидаларсыз ежелгі Мысырды елестету мүмкін емес. Мысырдың Гиза жазығындағы Хеопс пирамидасын ұлы пирамида деп те атайды. Себебі 4000 жылдан аман жеткен жалғыз жәдігер, биіктігі 147 метрге жететін әлемдегі ең алып ғимараттардың бірі. Әрі өте дәл құрастырылған, ең ірі тастан жасалған бірден бір құрылыс. Хеопс пирамидасының жалпы салмағы 5 миллион тоннаға жетеді. Бүкіл құрылысты салуға 2 миллион текше тас блок жұмсалған. Пирамиданың ірге көлемі 5 гектар жерді алып жатыр. Оған 200 теннис алаңын, Римдегі әулие Петрдің 2 шіркеуін орналастыруға болар еді.
Одан кейінгі тағы да бір өнердің түрі хефрен сфинксі. Сфинкс бірнеше мағынадан тұратын сөз. Ежелгі Мысырдағы басы адам, денесі арыстан бейнесіндегі қиял ғажайып статуя. Бұл көбіне ғибадатханалар мен пирамидалар маңына тұрғызылған ежелгі грек мифологиясындағы арыстан денелі қанатты ғажайып әйел. Енді ежелгі Мысыр костюмдеріне келетін болсақ, ежелгі Мысырда өте күн ыстық болғандығына себепті Мысыр тарихының мәліметтеріне қарағанда, ол кездегі мысырлықтар кенеп матасынан шыққан киімдерді киетін болған. Ніл өзенінің арнасы осы талшықты өсімдікті өсіруге өте қолайлы болды. Тоқыма өнерінде Египет тоқымашылары өте жоғары шеберлікке қол жеткізді. Сондықтан Египет кенеп матасы мен таза жібек матасынан кем түспеді. Осы кенеп матасының жұқалығы соншалықты, оның 5 қабатынан адам денесі айқын көрініп тұрды. Әсіресе жаңа патшалық тұсында тор секілді немесе жылтыр моншақтармен кестемен зерленген маталар шығарыла бастады. Мата бетіне негізінен геометриялық ою-өрнектер жиектелініп салынатын болды. Мата қызыл жасыл түсті табиғи материалдармен боялып отырды. Кейінірек сары, қоңыр, көкшілтіп түстердің түрлі реңктеріне боялынды. Ал киім әзірлеуде мысырлықтар көбінесе кенеп, мақта, тері, үлпек секілді материалдарды пайдаланып отырды. Енді бұл жерде сіздердің алдарыңызда көрсетілген ежелгі Мысыр ер адамдардың киімдері көрсетілген. Ежелгі патшалық тұсында ер кісілер киім ретінде кенептен немесе теріден әзірленген алжапқышты, оны схентиді белдеріне байлады. Схентидің бүйір тұсында майда қатпарлар түсірілген. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай, мына бұйымды алжапқышты схенти деп айтты. Бұл ер адамдардың басты киімі болып саналды. Бұл киім түрі перғауындар мен ақсүйектерді қарапайым халықтардан ерекшелеп тұрды. Келесі, бұл ежелгі мысырлықтардың әйел адамдардың киімдері. Әйелдер денесін орап тұратын, көкірек тұсына тобыққа дейін жететін, иығында баумен бекітілген киім түрлерін пайдаланды. Бұл киім үлгісі калазирис деп аталды. Киім пішімі барлығына бірдей болып, таптық ерекшеліктерді тек киім матасының сапасына байланысты ажыратылды. Орта патшалық тұсында египеттердің киім формасы күрделеніп, көлемі ұлғая бастады. Бір киім үстінен бірнеше киімді киюді дәстүрге айналдырды. Киім силуэті етегіне қарай кеңейе түсті де пирамиданың бейнесіне ұқсады. Қатпарларды да көбірек пайдаланатын болды. Әйелдер киімі жыл өткен сайын айтарлықтай өзгерген жоқ. Олар тек тағыншақтарды көбірек қолданып, киім композициясын дөңгелек пішімді сәнделген жұқа қондырмалы жағаменен әсемделген тастармен толықтырып отырды. Енді ежелгі мысырлықтардың әшекей түрлері мен бас киімдеріне келетін, шаш пішімдеріне келетін болсақ, ежелгі Египет патшалығы тұсында киімге қосымша сән беретін, адам өңіне әр беретін, әртүрлі құпия мағынасы бар тағыншақтар мен тұмарларды пайдаланатын болған. Күн секілді шеңберді мойынға тағатын, алқа түсті шынылы моншақтар мен қымбат тастар мен алтын жіппен зерленіп кестеленген тағыншақтарды пайдаланатын болған. Аяққа білекке тағатын білезіктер, алтын тәжі, сақина моншақтар мен белдіктерді өте кеңінен қолданып отырды. Енді бас киімдеріне келетін болсақ, күн пішінді алтын алқаны египеттіктер әлемді және барша тіршілікті жаратушы атом құдайының бейнесі деп санады. Перғауындардың бас киімі 2 қабатты атеф тәжі болды. Онда үрей жыланы мен лашын символы үстемділік белгісі ретінде саналды. Сонымен қатар перғауындар бас киім ретінде көбіне клафт жолақты матаны да пайдаланған болатын. Міне алдарыңызда көрсетілген атеф тәжі бас киімі және клафт бас киімі алдарыңызда көрсетілген. Бұл жерде перғауын әйелдер басына лашын бейнесі мен лотос гүлін таққан. Міне алдарыңызда лашын бейнесі бейнеленген бас киім. Енді ежелгі мысырлықтардың аяқ киімдеріне келер болатын болсақ,
Көбінесе ежелгі мысырлықтар аяқтарына пальма жапырағы мен папирустан жасалынған сандал киді. Оның пішіні өте қарапайым және ыңғайлы болып келді. Ежелгі Мысырда күн өте ыстық болғандықтан себебі олар аяқтарына тек қана сандал киіп жүрген болатын. Енді ежелгі Мысыр туралы қызықты мәліметтерге келетін болсақ, ол ежелгі Мысырда жасанды шаш, парик, косметика ежелгі ең алдымен ежелгі Мысырда ойлап табылды. Жасанды шаш ежелде тек қана бай адамдар киген. Мысырлықтар бір жылды 365 күнге, ал бір күнді 24 сағатқа бөлген алғашқы халық. Әлемнің 7 кереметінің қазіргі күнге дейін жалғыз сақталған кереметі Хеопс пирамидасы. Бүгінгі сабағымыздың реті осылай. Енді сіздерге үйге тапсырма, алдарыңызда тұрған бақылау сұрақтарына жауап беріп, және бүгінгі өткен сабағымыздың қосымша мәлімет алғыларыңыз келсе, мұнда сілтемесін қойдым. Осы арқылы сіздер осы сілтемені басу арқылы өздеріңізге қосымша мәліметтер ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.